Сәлем достар, сіздермен бірге әлем арнасы. Бүгін біз сіздерге әлемдегі ең ақылды жануарларды айтатын боламыз. Видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз видеомызға кеттік. Бір отбасының 6 жыл асырап алған Дюк атты иті болды. Ол төсекке жатып қорқыныш сезімдерін білдірген. Дюк әрдайым тіл алғыш ақылды ит болған. Сол кезде үй иелері өздерінің 9 апталық қызын тексеруді ұйғарған. Балалар бөлмесіне кірген ата-ана қызының демалмай жатқанын байқаған. Олар бірден ауруханаға хабарласқан. Тез арада келген медбикелердің арқасында бала аман қалды. Көп адамдар құстарды жақсы көреді, бірақ адамды жақсы көретін құстар өте аз. Ал құстардың сирек махаббатына осы қыз ие болған. Ол ауласында қарғаларды тамақтандырады. Ал қарғалар ол қызға сыйлыққа түрлі заттарды әкеледі. Ол осы әдетін күнделікті жоспарына айналдырған. Ал құстар қызға рахмет ретінде түрлі гауһар тастар, түрлі тастар мен шиелерді әкеледі. Мысалы, мына қарға сырғанағанды қатты жақсы көреді. Сіз ол жай тайып кеткен шығар деп айтып отырған шығарсыз. Бірақ ол осылай сырғанауды қайталайды. Мысықтың иесі Рон жайбарақат ұйықтап жатқанда, мысығы жан даусын салып дыбыс шығарады. Шошып оянған Рон үйдің түтін басқанын байқаған. Сөйтсе асы қолғабыр жанып, айналаны өртей бастаған. Ал Рон өртті сөндіріп үлгерген. Мысықтың арқасында Рон аман қалды. Майбылдардың ақылды екені өтірік емес. Мына маймыл шөберекпен ыстық күнде өзінің бетін сүртіп жатыр. Ол жай ғана сүртініп атқан жоқ, шөберекті суға салып, оны сығып, бетін сүртіп жатыр. Себебі маймыл ыстық күнде осылай жасаған. Ал бұл ит көлік жуатын жерге өзінің үстін жуып жатыр. Кемемен жүзіп келе жатқан адам ермек етіп доп алған. Ал олар ақ дельфинді байқап, оған доп лақтырған. Ал ақ дельфин допты тауып, оны қайтадан теңізшілерге әкелген. Ақ дельфин ойын құмар жануарлардың бірі. Әрі олар адаммен тез тіл табыса алады. Шимпанзенің де ең ақылды жануарлардың қатарына енгізсек, қателеспейміз. Тіпті олар өз аумағына кіріп кеткен дронды таяқпен ұрып құлата алады. Кейіннен ол дронды қолына алып, әрі-бері зерттеген. Одан кейін дронды өз еркімен жіберген. Әрбір ана, тіпті ешкілер де өзінің баласын қалай ойнату керек екенін біледі. Тіпті ешкілер біз ойлағаннан ақылды. Лақтың анасы оны айналдырып жатыр. Алла оған қуанышты сияқты. Лақтардың ойыншыл екеніне ешқандай күмән жоқ. Егер тасбақа осылай төңкеріліп қалса, оны қайта тұру екі талай. Ол күннің ыстығын немесе жыртқыштардан өлуі мүмкін. Әрине, оның аман қалуына мүмкіндік бар. Оған басқа тасбақа немесе басқа адам көмектесе алады. Тасбақалар оған не үшін көмектеседі? Себебі оларда да сондай жағдай болса, ол тасбақа оның жақсылығын қайтарады. Арыстанды бақылап отырған мына отбасы енді есікті құлыптауды түсінді. Себебі мына арыстандар есікті ашудың қас шебері сияқты. Есесіне отбасы аман қалды. Мына маймыл тасты әдейілеп үшкірлеп, зобақтан қашуға бел буады. Ол қалың әйнекті ұруға кіріседі.
Әйнектің сынғанынан қорыққан маймыл қайтадан әйнекті тексереді. Мүмкін тағы бір-екі рет тұрғанда маймыл зообақтан қашалап арманынан жететін шығар. Осыған дейін Капуцин маймылы жаңғақ шақуға тасты пайдаланған. Осы жағдайдан кейін жұмыскерлер маймылдан тастарды алып алған. Ал мына маймыл өзінің бөлмесін таза ұстағысы келетін сияқты. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Сіздермен бірге әлем арнасы. Назарларыңызға рахмет.